Бүгінгі сабаққа дайын болсаңдар, бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Сабағымызды бастамас бұрын үй тапсырманы бекітіп аламыз. Осы кубизм әдісі арқылы мен бір оқушыға беремін. Ол оқушыға қайсысы түседі, сол бойынша тақтада көрсетілген сұрақтарға жауап беретін боламыз. Динара. Кенесары қашан хан болып сайланды? 1841 жылы. Жақсы. Келесі оқушыға. Абылай хан қай жылы дүниеге келді? 1711 жылы. Тамаша. Келесі оқушы. 3. Кенесары Қасымұлы бастаған көтерілістің мерзімі? 1897 мен 1847 жылдар аралығында болды. Яғни 10 жылға созылған, иә? Келесі. Нұрдана. 6. Сырымдарұлы бастаған көтеріліс неше жылға созылды? 14 жылға? Дұрыс. 6. Келесі. Бізде бір ғана сұрақ қалды, иә? 4-ші сұрақ қалды. Әбілқайыр қай жылы дүниеге келді? 1712 жылы дүниеге келді. Тамаша болды. Жақсы, рахмет. Жаңағы үй тапсырмасына жауап берген балалар, әркім өзінің тұсына келіп жазыстыра қойыңдар. Келе ғой, Динара. Баласы. Жауап берген балалар, келе қойыңдар. Қайынжан, келе ғой. Балалар, бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын білімнің сайтын пайдалана отырып видео көріп аламыз. Видеоға аса назар аударыңыздар. Видеоны көру мақсатымыз Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық көтерілістің басты мақсаты қандай болды? Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық көтерілістің басты мақсаты қандай болды? Кенесары хан қандай мемлекеттік қызметтерді енгізді? Кенесары хан орталықтанған мемлекет құру мақсатында қандай істер атқарды? Кенесары хан қандай саясаткер болды? Кенесарыны тұлға ретінде қалай сипаттауға болады? Кенесары хан туралы ақпаратты қандай дерек көздерден алуға болады? Осы сұрақтарға жауап берейік. Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық көтерілістің басты мақсаты қандай болды? 1822-1824 жылдардағы ережелерден кейін Қазақ даласында жойылған дәстүрлі хандық басқару жүйесін қайта қалпына келтіріп, Ұлытауда 1841 жылы ақ киізге отырғызып хан сайланған Кенесары хан, атасы Абылай хан тұсындағы дербестікті қалпына келтіруді көздеді. Кенесары хан қандай мемлекеттік қызметтер енгізді? Хан кеңесіне батырлар, билер, сұлтандар, дипломатиялық қабілеттері бар ақылды саясаткерлер мен сенімді жақтастары кірді. Дипломатиялық қызмет ұйымдастырылды. Хан жарлықтары мен хан кеңесінің шешімдерін таратып, түсіндіріп және орындалуын талап етіп отыратын арнайы басқарма құрылды. Салық жүйесіне өзгерістер енгізілді. Әскери мәселе бойынша қатал әскери тәртіптегі мыңдықтар және жүздіктерге бөлінген далалық соғыс жағдайына ыңғайлы жасақтар ұйымдастырылды. Төлеңгіттер тобы күшейтілді. Кенесары хан орталықтанған мемлекет құру мақсатында қандай істер атқарды? Хан Кенесары Қасымұлы орталықтанған мемлекет құруға талпынды. Ханның сәтті жұмысының нәтижесі. Салық жинау тәртіпке келтірілді. Егіншілікпен айналысуға мүмкіндік жасалды. Тыңшылық қызмет енгізілді. Соғысуға қабілетті жасақ ұйымдастырылды. Ішкі талас тартыс, руаралық қақтығысқа тыйым салынды. Мәмілегерлік қызмет ұйымдастырылды. Хандық кеңес құрылды. Сауда-саттық саясатына өзгерістер енгізілді. Мемлекеттік құрылым өзгертілді. Кенесары хан қандай саясаткер болды? Кенесары үлкен көрегендік танытып, халқының бірлігіне кедергі келтіретін жүзге, руға бөлінушілікті тыю жолында көп әрекеттенді. Даңқты қолбасшы мемлекет тәуелсіздігінің өте маңызды іс екенін халық санасына сіңіруде көп еңбек етті. Мемлекет мүддесін қорғау жолында жауды жеңіп, тәуелсіздікке қол жеткізу үшін халықты біліктілікпен басқару керектігін
ол жете түсінді. Кенесарыны қандай тұлға ретінде сипаттауға болады? Кенесары қазақ халқының дербес мемлекеттілігін қалпына келтіру, халқын бодандықтан құтқарып, азаттық пен бостандыққа қол жеткізіп, тәуелсіз ел ету мұратын көздеген сұңғыла саясатшы, қайраткер, ірі мәмлегер, дарынды әскери қолбасшы ретінде ел есінде қалды. Кенесары хан туралы ақпаратты қандай деректерден алуға болады? Кенесарының өмірі мен азаттық жолындағы күресі көптеген ақын жазушылардың шығармаларына арқау болды. Нысанбай ақынның Кенесары Наурызбай дастаны, Мұхтар Әуезовтің Хан Кене пьесасы, Ілияс Есенберлиннің Қаһар романы жазылды. Алғашқы зерттеулер ішінде Николай Середаның Қазақ сұлтаны Кенесары Қасымовтың Бүлігі деп аталатын кітабының дереккөз ретіндегі маңызы зор. Кеңес үкіметі тұсында Кенесарының күрес жолына іргелі ғылыми зерттеу арнаған тарихшы ғалым Ермұхан Бекмахановтың 19 ғасырдың 20-40 жылдарындағы Қазақстан еңбегі құнды дереккөз саналады. Кенесары тұлғасына жаңаша қарап, оның шынайы бағасын беру ісі Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін ғана қолға алынды. 2002 жылы Кенесарының туғанына 200 жыл толуына орай халықаралық ғылыми конференция өтті. Елордада Кенесары ханға ескерткіш қойылған және оның есімімен аталатын көше бар. Сонымен балалар, бүгін біз видеода көргенімізде Кенесары мемлекет қайраткері, батыр, қолбасшы, хан, әділ және ұйымдастырушы болған, иә? Жақсы балалар, онда бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Кенесары бастаған ұлт-азаттық көтеріліс. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық көтерілістің себеп-салдарын анықтап, тарихи маңызға баға береміз. Мен сіздерге топтық жұмыс беремін. Абылай тобы Кенесары Қасымұлының жалпы кім болғанын, Қабанбай көтерілістің мақсаты қандай болды және сіздерге көтерілістің себептері, топтық жұмыс беремін. Белгі береміз. Жақсы, Қабанбай тобы дайын екен. Шыға ойдар, кім шығады? Бір мақсаты жерлерді өздеріне қайтару, округтерді тарату, алым салықтарды жою. Жақсы. Бағалап кетеміз. Бірден. Патша үкіметінің жерлерді тартып алуы, Алым салықтың көбеюі, патша үкіметінің әскери отрядтары ауылдарға шабуыл жасауы, хан билігінің жойылуы және назар туғызуы. Жақсы. Бағалауларын жабыстыра қойыңдар. Әскери қолбасшы, батыр, мемлекет қайраткері. Хан ұлт-азаттық қозғалысының жетекшісі. Және де қол бастады, отаршылыққа қарсы күрескен. Батырлығымен, ұйымдастырушылығымен, әділдігімен, әскери қолбасшылық талантымен. Және де ашаң жүзді, орта бойлы, жауыры қақпақтай төртбақты тұлғалар. Жақсы, балалар. Өздеріңді бағалауды ұмытпаймыз. Жабыстыра қойыңдар. Жүкпе тапсырма, семантикалық картамен жұмыс жасаймыз. Тапсырмамызды орындап бітсек, балалар, бізде келесі тапсырма. Еркін микрофон әдісі Кенесары Қасымұлы туралы сұрақтарға жауап береміз. Еркін микрофон. Кім? Айжан. Динара. Жанна. Тапсырмаға дайын болсаңдар, белгі береміз. Балоса. Кенесары қай жылы дүниеге келді? 1711 жылы дүниеге келді.
ауданындағы Көкшетауда дүниеге келді. Жақсы. Айзере. Кенесарыны қолдаған батырлар, ұлы жүз батырлары, Тайшыбек, Саурық, Сұраушы. Тамаша. Аяжан. 300 өкілдері қай жылы Кенесарыны хан етіп сайлады? 1841 жылы Кенесары Қасымұлы хан етіп тағайындаған. Тамаша. Динара. Кенесары қай ханның немересі? Шыңғыс ханның тұқымы, яғни төреден шыққан Абылай ханның немересі. Тамаша. Жәнеке. Қасымұлы батыр, қолбасшы, хан және де ұйымдастырушы болған. Жарайсың. Балалар, бағалауымызды жақсы көрдік. Балалар, бүгінгі сабағымыздың мақсатына жеттік па? Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт азаттық көтерілісінің себеп салдарын анықтап, тарихи маңыздылығына баға беретін болғанбыз. Бүгінгі сабақтың мақсатына жеттік па? Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Үйге тапсырма Сырым мен Кенесары көтерілісінің салыстырмалы сипатты Вен диаграммасын құрып келеміз. Келесі сабақта Вен диаграммасын